Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге сырласайық психологиялық бағдарламасы. Қазіргі заманның қарқынды дамып келе жатқан салдарынан кейбір кездері біз осы өмір сүрудің орнына белгілі бір әлеуметтік рөл ойнағандай боламыз. Ал олай болса, бүгін біз сіздермен адамның шынайылығы жайлы сөз өрбітеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Соңғы кездері адамдарды шынайылық мәселесі қызықтырады. Олардың айтуынша, қазіргі заманда өз-өзімен жаңағыдай шынайы болу өте қиын деп жатады. Басқа адамдардың көңіліне қарау керек, белгілі бір жағдайларға қарау керек деген сияқты. Сол сияқты бізді де осы мәселе қызықтырды. Шынымен ақ, осы шынайылық, өз-өзімен шынайы болу қандай сезім екен, қарастырып көрейік. Адамның өз-өзінің шынайылық сезімі оның барлық өмірлік жағдаяттарына әсер етеді. Сонымен қатар денсаулығына да септігін тигізеді. Қазіргі заманның ырғағына сай біз жиі-жиі күнделікті міндеттерімізді атқарамыз да, алайда кейбір кездері олар біздің өмірлік мақсаттарымызға жетудегі жанама жол арқылы орындалатынын ескермейміз. Басқа сөзбен айтқанда, кейде ағзамыз біздің өз денсаулығымызбен, өз өмірімізбен емес, басқа бір нәрселермен айналысқанымызды аңғарады екен. Сондай жағдайларда біздің ағзамыз көптеген міндеттерді атқару барысында шаршаған кезде оның өз-өзіне деген шынайылық сезімін қажет етеді екен. Психологтардың пікірінше, адамдардың күнделікті өмірлерінде өз-өздеріне белгілі бір уақыт бөліп, сауал қойып, қайсы нәрсені дұрыс істедім бүгін, қайсы нәрсені дұрыс істемедім, бұлай жалпы алған кезде қандай болу керек еді деген бір өз-өздеріне есеп беріп тұру керек екен. Бұл өте маңызды сезім, себебі болып қойған өтіп кеткен жағдайларды мида өңдеп, өз-өзіне кішігірім есеп бере отырып, алдағы мақсаттарды жоспарлауға мүмкіндік береді. Кейбір кездері адамдар алдағы ең маңызды деген мақсаттарды ұмытып, күнделікті майда-шүйде мақсаттарды орындаумен әлек болады. Мысалы, белгілі бір мекемеде жұмыс істей тұрып, бұл мекеменің жалпы бұл істің ең негізгі мақсатын ұмытып, қағаздардың арасына кіріп кетіп, майда мақсаттарды орындайды. Не болмаса асығыстық жасап, осы мекеменің тәртібі бойынша айқайлауға тыйым салынса да, әріптесіне дауыс көтеруі және тағы солай. Сондықтан осындай бір шынайылық сезім арқылы келетін кішігірім өзіндік есеп адамға өз толқынында болуға мүмкіндік береді. Себебі адамның ағзасы кейбір кездері бейсаналық тұрғыда уайымдайды екен. Әсіресе осы жағдай жұмыс бабымен, не болмаса әріптестер арасында жиі кездеседі. Мысалы, осы әріптестеріңіз сізден бір өтініш жасап, мына жақта көмектесіп жіберші, мынаны істеп берші деп өтінеді. Және де сол адамның көңіліне қарап, біз дереу келісе кетеміз. Алайда ол нәрсені уақытылы жасай аламыз ба, уәдемізді орындай аламыз ба, және де осы нәрсені орындау барысында өз жұмысымызды үлгере аламыз ба, сол нәрсеге мән бермейміз. Егер біз белгілі бір нәрсеге уәде берсек, мәселен, әріптесіңізге бір нәрсені істеп беремін деп уәде айтсаңыз, ол әріптесіңіз оның орындалуын күтеді және сізге сенім артады екен. Алайда кейбір кездері біз өзгелердің көңілін қалдырмаймын деп, өзімізге тым көп міндеттер, уәделер алып қоямыз да, кейін уақытылы орындай алмай жатамыз. Уақытыңыз, мүмкіндігіңіз бар болса да, кейбір күнделікті өмірде болып тұратын кедергілерді ескермей жатамыз. Егер уәдеңізді уақытылы орындай алмаймын деп уайымдасаңыз, мүмкін болса, алдын ала уәде берген адамға ескертіңіз. Бұл нәрсені уақытылы орындай алмауым мүмкін деп. Немесе сізге қосымша уақыт, не болмаса көмек керектігі туралы айтыңыз. Сонымен жұмыс жасау барысында әуелі сіздің тікелей міндеттеріңізді, ал содан кейін қосымша міндеттерді орындасаңыз жақсы. Сонымен қатар кейбір кездері
өмірімізде болсын, жұмыс бабымен болсын, сондай бір түсініксіз сәттер болады. Бір істі бастасаңыз, ол бітпей жатады. Бір нәрсе істеп отырсаңыз, бір қолыңыздан келмейтіндей, күнделікті жасап отырған нәрсені істей алмай отырамыз. Алайда психологтардың айтуынша, осы нәрселердің, осындай бір күйлердің белгілі бір себептері бар екен. Егер сіз бір нәрсені бастап, аяғына дейін жеткізбей отырып қалсаңыз, немесе бір нүктеге қарап жұмысыңызға кірісе алмай отырсаңыз, сіздің миыңыз дәл осы сәтте мөлшерден тыс келіп түскен мағлұматпен арпалысып өңдеп жатыр деп түсініңіз. Біздің миымыз шамамен компьютерлік дискі сияқты көптеген мағлұматты өңдейді. Мысалы, әр секунд сайын біздің миымыздың нейрондары 2 квадриллион мегабайт мөлшердегі мағлұматты өңдей алады. Ол шамамен 1000 триллион мегабайт. Алайда егер адам шаршап тұрса, миы сол қалпы мағлұматты қабылдай береді екен, себебі керек болып қалады деп уайымдайды, бірақ оны өңдемейді. Адам демалып болғаннан кейін өңдей бастайды. Сондықтан да неменеге мен еш нәрсе істемей, мең-зең болып отырмын, жұмысыма кірісе алмай отырмын деген сауалға жауап, миыңыз дәл осы сәтте бұған дейін жиналып қалған көптеген мағлұматты өңдеп отыр. Мүмкіндігіңіз болса, осындай сәттерде жұмыс уақытында емес, бір тыныш жерге отырып, жай ғана еш нәрсе істемей отырсаңыз жақсы. Сонда миыңызға барлық мағлұматты өңдеп алуға мүмкіндік бересіз. Сондай-ақ кейбір кездері жұмыс барысында сіз өз бойыңыздағы белгілі бір эмоция не болмаса сезім шығып бара жатқандай сезінсеңіз, мүмкіндігіңізше сол бөлмеден шығып кетіп, не болмаса басқа бөлмеге кіріп кетіп, сол эмоция мен сезім кетіп қалғанша кішкене болса да күту керек екен. Және де біреумен ұрысу, не болмаса керісу адамдардың көзінше жылау мағынасында емес, жай ғана осындай сәттерде сіз өзіңіздің эмоцияңызға демалыс бересіз. Және де олардың өтіп кетуіне уақыт бересіз. Себебі миымыз осындай жағдайларда бекерден бекер ол сезімдерді сезінбейді. Демек, өзіңізге маңызды болып тұрған мәселе бойынша туған сезімдер. Сондықтан егер белгілі бір сезім келіп қалған болса, оны сезінуге тырысыңыз. Бірақ әрине жағдайды ушықтырмай, екеуара қарым-қатынасқа әсерін тигізбесеңіз жақсы. Олай болса, ол тек қана сіздің басқа бөлмеге шығып кетсеңіз, тыныш бір жерге барып сезінсеңіз мүмкін болады. Сонымен адам шынайы болу үшін бір күннің ішінде бірнеше рет өз-өзіне белгілі бір сұрақтар қойса жақсы. Мысалы, мен таңертең жоспарлаған нәрсені істеп жатырмын ба? Не болмаса бастаған істі аяғына дейін бітіріп жатырмын ба? Не болмаса мүлдем басқа нәрсе істеуім керек пе еді деген сауалдарға өз-өзіне жауап алса жақсы. Біз күнделікті өмірде өзімізге келесі сауалдарды қоя отырып, миымыздағы түрлі ойларды реттей алады екенбіз. Біріншіден, менің өмірдегі басты мақсатым қандай? Бүгінгі күннің 3 маңызды мақсатым қандай, және оларға қол жеткіздім бе? Егер қол жеткізсем, ол не арқылы жүзеге асады? Ал егер қол жеткізбесем, не кедергі болды? Құрметті телекөрермендер, сырласайық бағдарламасында психологқа сауал атты айдар бар. Қазір көріп отырған имейл не болмаса WhatsApp нөмірімізге осы психология қатысты және де бағдарламамызда қарастыратындай бір сауал қоя аласыздар. Ал бізге бір сауал келіп түскен екен, соны қарастырып көрейік. Сәлеметсіз бе? Мен досыма көмектескім келіп тұрады. Бірақ мен оны мүлдем түсінбеймін. Оның кейбір нәрселерді не үшін айтып жатқанын, не сезініп жатқанын түсінбеймін. Мен оны қалай түсінсем болады? Шынымен кейбір кездері досыңызды қолдап, оған жылы сөз айтып, көмектескіңіз келіп тұрады. Алайда кейбір кездері ол досыңыздың не айтып жатқан, не сезініп жатқанын түсінбей жатасыз. Осы орайда келесі сұрақтар қою арқылы досыңыздың сезімдерін, оның күйін жақсырақ түсінесіз. Сіз осы жағдайда өзіңізді қалай сезінесіз? Ал шын мәнінде қалай болғанын қалар едіңіз? Осы жолда мақсатты орындау үшін өзіңіз қаншалықты өзгеруге дайынсыз?
Ал мен қалай көмектесе аламын сізге осы жолда? Менен қандай нәрсе күтер едіңіз? Осы сұрақтарға жауап ала алсаңыз, сізге және досыңызға өзіңізді жақсы түсінуге мүмкіндік аласыз. Адам өміріндегі шынайылық сезімі өз басына маңызды қасиет болып табылады. Ал енді осы сезімді сақтап қалу үшін ол адам өзге адамдарға ғана емес, өз-өзіне де шынайы бола алу керек екен. Ал сіздермен бірге сырласайық психологиялық бағдарламасы келесі кездескенше.